Сәлем достар, бүгін сіздермен сіз ешқашан еш жерде жеп көрмеген хрустящий дөнердің рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен үйде өздеріңіз дөнер жасап жейтін болсаңыздар, сіздер мүлдем базардан дөнер сатып алмайтын боласыздар. Дайын болсақ бастайық. Бір дөнерге бізге 150 немесе 100 грамм піскен ет керек болады. Ол етімізді біз қуырып алатын боламыз. 100 немесе 150 мл сұйық майды табамызға құйып алып, жарты ас қасық паприканы салып араластырып аламыз. Майымызды қыздырып, еттерімізді салып шығамыз. Етіміз піскен болғандықтан оны қатты ұзақ қуырудың қажеті жоқ. Беттері қызарғанға дейін қуырып шығатын боламыз. Неге паприка қосамыз? Өйткені паприка біріншіден дәм береді, екіншіден етіміздің қып-қызыл болып шығуына көмектесетін болады. Еттің бір жағын қуырып болғасын, осылай екінші жағында жақсылап қуырып алатын боламыз. Бірденен қанша дөнер жасасаңыз, сол дөнерге жететін етті қуырып алсаңыздар болады. Міне қараңыздар, осылай қып-қызыл болып, әдемі болып шығуы керек біздің етіміз. Менде бұл жерде 4 дөнерге жететін етті алдын ала қуырып алдым. Енді бізге картошка фри керек болады. Бір дөнерге бір картошкадан салып отырамыз. Алдын ала 4 картошканы ашып, жуып, соломка ретінде турап алдым. Қызып тұрған сұйық майға барлық картошкаларымды салып, қып-қызыл етіп, осылай қуырып алдым. Картошканы турап болған соң алдын ала тұз сеуіп алуымыз керек. Дәміне қарай сіздер приправаларда қоссаңыздар болады. Тұз бен бұрыш немесе тағы да басқа приправалар қоссаңыздар болады. Дөнерге дайындайтын ингредиентіміз сонымен бітеді. Яғни біз етті дайындап алуымыз керек және картошка фриімізді дайындап алуымыз керек. Піскен және қуырып алған етімізді турайтын боламыз. Етті қалауларыңыз бойынша турайсыздар, оны майдылап, ұсақтап турасаңыздар да болады, ірілеп турасаңыздар да болады. Бұл жерде мен қалыңдығы 1 сантиметрде етіп, етімді турап алдым. Қаласаңыздар, картошка фри секілді майда соломка ретінде де турап алсаңыздар болады. Келесі біз қызанағымызды турап аламыз. Бір қызанақ 2 дөнерге жететін болады. Қызанақты да қалыңдығы 1 сантиметрде етіп, осылай видеода көрсетілгендей етіп турап алуымыз қажет болады. Қызанақты көп салып қойсаңыздар, суы ағып кетеді, сондықтан бір қызанақ 2 дөнерге жетеді. Ары қарай лавашымызды ашып, еттерімізді біртіндеп салып шығатын боламыз. Үстінен майонез жағып шығамыз. Майонездің үстіне қызанағымызды қоямыз. Қызанақтың үстінен кетчупымызды, майонезімізді тағы жағамыз. Үстінен етімізді қоямыз және картошка фриімізді салып шығатын боламыз. Бұл жерде қатып қалған қағида жоқ, достар. Ішіне қалай не салатыныңызды өздеріңіз шешсеңіздер де болады. Мысалы, ішіне қияр салсаңыздар да болады, немесе пияз салсаңыздар да болады. Яғни барлығы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Салып болғаннан кейін осылай орап аламыз лавашымызды. Табамызға майымызды құйып алып, қызартып, лавашымызды қуыруымыз керек болады. Алдын ала майды қыздырып алыңыздар. Бірінші лаваштың бүктелген жерінен бастап қуырыңыздар. Сол кезде ол жер жабысып қалатын болады. Ары қарай лавашты аударып жіберіп, екінші жағын қуырып аламыз. Одан кейін 2 бүйір жағын қуырып алатын боламыз. Яғни айналдырып барлық жағын қуырып аламыз. Міне қараңыздар, достар, қандай қып-қызыл болып, әдемі болып, сочный, хрустящий болып шықты дөнер. Тек 2 жағын ғана қуырсаңыздар, 2 бүйір жағы жұмсақ болып қалады. Сондықтан айналдырып қуырыңыздар. Тез қуырылатын болғандықтан қарап тұрғандарыңыз жөн, асты күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан газдың астын шамал төмендетіп қойғандарыңыз дұрыс. Енді ішін кесіп көретін боламыз, достар. Мына видтің өзін қараңыздаршы, достар, қандай аппетитный, тәбетті ашатындай болып тұр.
мынаны балаларыңызға жасап беретін болсаңыздар, балдарыңыз күнде сұрайды ғой осыны жасап бер деп. Көп созбай ішін кесіп көрейік достар. Бүгінгі рецептіміз ұнаған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналымызға подписка жасап, қалған рецепттерімізді көріп шықсаңыздар болады. Барлығымызға ас болсын достар.